Құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда мен Назерке Сапарбек, алда көретіндеріңіз. Қаламызда жылу маусымының басталуына байланысты рейд жұмыстары өтті. Еліміз жақында тәуелсіз мемлекет тарихына татулық күні ретінде енген рухани келісім күнін атап өтпек. Еңбегіне қарай өнбегі. Қалада кезекті Ерсұлтан деп аталатын азық-түлік дүкені ашылды. Айыппұл тұрағы және мемлекеттік нөмірді алу Сәтпаев қаласында жол қозғалысы ережелері мен тұрақ талаптарын сақтау бойынша рейд ұйымдастырылды. Қала әкімі Асқар Ыдырысов пен жылу саласына жауапты мекеме басшылары қаладағы бірнеше тұрғын үй пәтерлерін аралады. Рейд жұмыстарына арнамыздың түсірілу тобы да қатысып қайтты. Сәтпаев қаласында 10 қазаннан бастап жылу берілгенімен кейбір тұрғын үйлерге әлі жетпеген. Осыған орай Телеграм әлеуметтік желісіндегі халықтың шағымы бойынша қала әкімі Асқар Ыдырысов және осы салаға жауапты мекеме басшылары бірнеше тұрғын үй пәтерлеріндегі жылу жағдайын қадағалап қайтты. Жұмыс тобы Тәуелсіздік даңғылы, Ерден көшесі және Абай көшелеріндегі бірнеше пәтерлерге барды. Сейчас тепло есть? Да, после 11 часов где-то дали. Сегодня? Нормально, да. Но воды горячей пока еще нет. А вода где? Что говорят? Сказали, что пока воду не включили. Говорю, змеевик холодный, говорит, потому что у вас воды еще нету, не включили вам в доме. Анықталғандай аталған мекен-жайлардағы пәтерлерде жылу бар. Жылу құбырлары мен басқару жүйесі жүйелі жұмыс істеуде. Тек Абай көшесі 54-ші үйдегі 77-ші пәтердің тұрғындары үстіңгі қабаттағы пәтер иелерінің үйлерінде болмауынан арнайы жылыту құралын қосуға мәжбүр. Так, проблема бар ма? Отопление? Отопление бізде 5 этаж батареяларын қиып кетті. КСК біледі ғой, бізде міне 2 балада үйде ауырып жатыр. Бүкіл мұздай. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандарының айтуынша бұл мәселе ертеңге дейін шешімін таппақ. Бүгін қала тұрғындарымыздың шағымдар мәселесі бойынша Телеграм чаты бар, бізде өздеріңіз білесіздер. Қазір жазып жатыр ғой, үйімізде ыстық су жоқ, немесе жаңағындай отопление әлі берілген жоқ домдарға деген сияқты. Сол бойынша бүгін қала әкімімен және қызмет көрсететін мекемелермен бірлесе отырып жаңа ПТВС, КСК, ЖГЦ барлықтарымыз нағыз проблемный деген 5 пәтерді таңдап барып қарадық. Сол 5-дің ішінде 4 пәтерінде жылу болды, жаңа өздері тұрғындар айтып жатыр. Ал бір пәтерде действительно проблема болды, өйткені 5-ші қабатта тұратын тұрғын үйінде жаңа КСК-ны айту бойынша есігін ашпайды, немесе жұмыстан кеш келеді. Енді ол тұрғынды біз кешке үйіне барып, жұмыстан келгеннен кейін үйіне жаңа КСК-мен бірлесе кіріп, егер воздух жіберіп болса, воздухтарын жіберіп деген сияқты сондай жұмыстарды қараймыз, атқарамыз. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары жылумен қандай да бір мәселе туындаса, алдымен жауапты мекемелермен байланысуда. Тек олар мәселені шеше алмаған жағдайда ғана қалалық әкімшілікке жүгінуді сұрайды. Диана Абдықалықова, Еркебұлан Ержан, арнайы Ақшам жаңалықтары үшін. Жақында еліміз бірлік пен кешірімділік, мейірімділік және өзара түсіністікті ту ететін тәуелсіз мемлекет тарихына татулық күні ретінде енген рухани келісім күнін атап өтпек. Осы айтулы күнге орай біздің арна тілшілері Әулие Николай православ шіркеуінің иерейімен әңгімелескен болатын. Толығырақ келесі топтамада. Тәуелсіз қазақ елінің көк байрағы астында жиналған барша отандастарымыз жыл сайын қазан айында ұлтаралық татулық пен рухани келісім күнін атап өтеді. Рухани келісім күні руханилықтың, адамгершіліктің, толеранттылықтың және түсінушіліктің символы болып табылады. Еліміздің көркеюі, дініміздің көркеюі, біздің өркендеуіміз деп білетін мұсылман қауымы мемлекетімізде тұрып жатқан барша ұлт диаспорасына ауызбірлік тілейді. Православ шіркеуінің иерейі Андрей Афанасьев бірлік болған жерде тату тірлік болатынын атап кетті.
хотелось. Еліміздің рухани келісім күні аясында барлық қазақ еліне, жалпы еліміздің басшылығына алғыс айтқым келеді. Әр пендеге Алла тағала бостандық берген. Сол бостандық аясында ол өзінің таңдауын жасап, өзінің дінге деген сенімін таңдайды. Бір шаңырақ астында тұрғандықтан теріс ағымдардан аулақ болып, жалпы жұртты тіліне, діліне, дініне бөлмей бірлікке шақыратын атаулы күннің өзге елге өнеге болар тұсы өте көп екенін айтқым келеді. Осы сәтті пайдалана отыра, рухани келісім күні аясында барлық қала тұрғындарын мерекемен құттықтаймын. Ауызбіршілігіміз артып, қақтығыстар мен араздықтарға жол бермей, жақындарымызға мейірімділік пен татулығымызды көрсете білейік. Дін адам баласының өз отанын сүюге, елін жерін қорғауға, мәдениеті мен тарихын, салты мен ғұрпын, рухани құндылықтарын сақтауға, дамытуға үндейтіні белгілі. Атап өтейік, еліміз бойынша аталып өтетін рухани келісім күнінің берері мен алар орны ерекше. Алтынгүл Төлегенова, Еркебұлан Ержан, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Кеше қаламыздың сауда нысандар қатарына жаңа азық-түлік дүкені қосылды. Тұтынушыларды қолжетімді және сапалы тауарлармен қамтамасыз ететін Ерсұлтан дүкенінің ашылу салтанатына арнамыздың түсірілім тобы да қатысып қайтты. Қаламыздағы Абай көшесі бойынан Ерсұлтан азық-түлік дүкені өз тұтынушыларына есігін айқара ашты. Дүкен келушілерді үлкен ассортиментпен қарсы алды. Халық игілігі үшін ашылған сауда орнында күнделікті тұтынатын тауарлар бағасы нарықтағы бағамен салыстырғанда 15-20%-ға төмен. Жаңа азық-түлік дүкенінің ашылу салтанатына қаланың табысты жеке кәсіпкерлері мен туған туыстары арнайы келіп қатысты. Жаңа нысанның ашылу салтанатында өз ісін дөңгелетіп отырған жеке кәсіпкерлердің бірі Амантай Әбілқасымов сөз сөйлеп, азық-түлік дүкенінің жергілікті халықтың игілігіне айналарына сенім білдірді. Бүгін қаламызда тағы да бір сауда орталығы іске қосылды. Бұл енді Қанат бауырымызды көптен бері білеміз. Осы сауда саласында осы біздің Сәтбаев қаласы үшін көп жылдан бері еңбек еткен азамат. Мінекей бүгін еңбегінің бір алдыңғы бір жетістігі деп білуге болады. Мінекей осындай сауда орталығын ашып отыр. Ойлаймыз, келешекте үлкен супермаркет, оның ар жағында концерн сияқты үлкен сауда орталықтарына жете беріңдер. Құттықтау сөздерден кейін нысанның қожайыны бастап, тұрғындар қоштап, дүкеннің ішін аралады. Әмбебап дүкенде халыққа қажетті өнімдерді қолжетімді бағада табуға мол мүмкіндік бар. Сатушылар өздерінің қызмет көрсетуін, сапалы өнімдері мен кен ассортиментін бағалаған алғашқы тұтынушыларын жылы қарсы алды. Қалтана қарай қажеттілігінде табатын дүкеннің ашылуына жергілікті халық та қуанып қалды. Қала тұрғындарының айтуынша, тауарды дәл үйдің қасынан қолжетімді бағамен сатып алу өте ыңғайлы. Қазіргі таңда дүкен иесі жеке кәсіпкер Қанат Оразбаев өз қызметін жандандырып қана қоймай, адамдарға қамқорлық жасап, адал еңбек етіп келеді. Ол тұтынушыларға әрдайым сапалы қызмет көрсетуге және белгіленген бағадан асырмауға уәде берді. Мен осы кәсіпкерлік саласында жүргеніне біраз жыл болды. Осы сауда орталығын ашып отырмыз. Ерсұлтан деген. Ерсұлтан кіші ұлымның аты. Енді халықтың көңілінен шығамыз деп ойлаймыз. Сауда орталығына келіп сауда жасап тұрыңыздар. Бұл жерде барлық ассортименттер бар. Продукты, овощ, азық-түліктің түрлері, жеміс-жидектің түрлері, қолжетімді бағамен. Айта кету керек, дүкенде отандық тауар өндіруші кәсіпорындардың да тауарлары арнайы әкелініп, халыққа ұсынылып отыр. Ерсұлтан дүкенінің заманауи келбеті мен төмен бағалары біздің қала тұрғындарын қуантқаны сөзсіз. Диана Абдықылықова, Әділхан Қали, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Сәтбаев қаласында құқық қорғау органдарының жоспарына сай жол қозғалысы ережелері мен тұраққа қойылатын талаптарды сақтау мақсатында рейд өткізілді. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шараларына қалалық полиция бөлімінің қызметкерлері мен қоғам белсенділері, сондай-ақ ақшам телеарнасының тілшілері де қатысты.
Сатпаев қалалық полиция бөлімі қызметкерлерінің кезекті рейді жүргізушілер арасындағы көліктік тәртіпті күшейту және жол көлік оқиғаларының санын азайтуға бағытталды. Тәртіп сақшылары мен қоғам белсенділері және бұқаралық ақпарат құралдарының бірлескен құрамы жол қауіпсіздігінің маңызды аспектілерін қадағалады. Атап айтсақ, жылдамдықты сақтау, жүргізушілердің ұқыптылығы және олардың мас күйінде рөлге отыруы, көлік құралдарының жағдайы жіті бақыланды. Өкінішке орай, рейд барысында құқықтық тәртіпті бұзғандар анықталып, өздерінің жол жүру ережесін толыққанды білмейтіндігін байқатқан жүргізушілер де табылды. Молодой человек, подождите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы что нарушаете? Где ваша поворотка? Вы остановились на пешеходном переходе. На сплошную пересекли. Вы снимаете? Без ремня? Ал мына көліктің иесі техникалық байқаудан өтпеген. Тексеріс нәтижесінде оның көлігі бірден автотұраққа жіберілді. Соңғы кездері қаламызда кез келген жерде тұраққа айналдырған автокөлік иелерін көріп жүрміз. Әсіресе тұрғын үйлердің алдымен балалар ойын алаңының маңайы, сондай-ақ жаяу жүргінші жолдарында тұраққа айналдырып жатқандар аз емес. Бұл әрине жаяу жүргіншінің және ойын балаларын алаңдататыны рас. Сондықтан да осындай бейберекетсіздіктің алдын алуда қалалық жол патрульдік полиция қызметкерлері ереже бұзып, көлігін кез келген жерге қоя салған жүргізушілерді тәртіпке шақырды. Қаланың кез келген жерін өзінің тұрағын айналдырған бірнеше көліктердің иелерін таппадық. Сондықтан тәртіп сақшылары ереже бұзған тұрғындардың көліктерінің мемлекеттік номерлерін шешіп алып кетті. Бұл басқа жүргізушілерге сабақ болады деген ойдамыз. Тәртіп бәріне бірдей. Сондықтан да жол ережелерін сақтап, жауапты жүргізушілердің қатарында болыңыздар. Алтынгүл Төлегенова, Еркебұлан Ержан, Әділхан Қали, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тамам. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.